Сәлем достар, қайырлы таң баршаңызға. Ал мен Агонянь белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынамын. Жалпы Бадзи бойынша бізге сәуір айы 5 сәуірден басталады. 5 сәуірден бастап бізге ағаштың элементі және де ұлу келеді екен. Агоняньдар, сіздер жалғыз қалып жұмыс жасағыларыңыз келеді. Топпен бірге жүргілеріңіз келмейді. Бір дәстүрлі емес, ерекше білім алғыларыңыз келеді. Мысал алатын болсақ, эзотерика болуы мүмкін, нумерология болуы мүмкін, астрология. Нумерологияның басқа да түрлері бар. Соларды оқығыларыңыз келеді. Өздеріңізге қатты көбірек көңіл боласыздар, массажға, салонға барасыздар. Өздеріңізді еркелетесіздер. Бірақ елдің алдына шығқыларыңыз келмейді. Жалпы өміріңізге, жұмысыңызға жаңадан бір дүниені ойлап табасыз. Жалпы өзіме көп көңіл бөлемін деп, ақшаны көп жұмсап жіберуіңіз ықтимал. Жалпы ешкімнің көзіне түскілеріңіз келмейді. Жылжымайтын мүлік, машина сатып алуға өте қолайлы ай. Жалпы елдер сізге қамқор болады. Сіз елдерге қамқор болатын боласыздар. Бірақ көп адамдар сіздерден ақша сұрайды. Содан кейін ипотека, кредит алуларыңыз ықтимал. Жалпы жолға аяқ асты шығатын боласыздар. Жұмыстан кетуге бір мәжбүр болатын жағдайлар болады. Жұмыстан кетсеңіздер, жұмыстан кетіп қандайда бір іс бастасаңыздар, ол істеріңіз тұрақты болады, сәтті болады. Қатты қорқудың қажеті жоқ. Жалпы ақшаға, жұмысқа, денсаулыққа қатысты өзгерістер болады. Ұнамайтын дүниеден оңай бас тартасыз. Жалпы ұнамайтын дүние деген сөз мүмкін ол қарым-қатынас болуы мүмкін. Немесе үйіңіздегі бір ескі заттарда болуы мүмкін. Енді ұнамайтын дүние деген сөздің мағынасы өте терең, өте көп мағыналы. Енді менің қысқаша ғана Бадзи болжамым осындай. Егер менің болжамдарым ұнап жатса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, және де комментарий қалдыруды ұмытпайық. Жалпы бәрі жақсы болады. Мені тыңдағандарыңызға мың алғыс. Сау болыңыздар.